Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осыны шарлотка жасаймыз. Ең алдымен бізге 5 жұмыртқа керек. 5 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Одан 180 грамм қант қосамыз. Қантымызды аз-аздан қосып отырамыз. Жұмыртқа мен қантымыз жақсылап ерігенше араластырамыз. Қантымызды аз-аздан қосып отырамыз. Енді ұнымызды дайындаймыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, енді ұнымызды аз-аздан қосып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Алмамызды жуып, тазалап, осылай жіңішкелеп турап шығамыз да қамырымыздың бетіне саламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыз болады. Осымен 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Бүгін ауызашарға жасасаңыз, ең дәмді пирог болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге осындай ең дәмді, ең оңай пирог жасап көріңіз.